Ассалаумағалейкум жақсылар, сіздермен Бай Сайранбай YouTube арнасы, менің есімім Ернұр болады. Бізде бүгін мектеп анкетасы және де қонақта менің бауырым, досым Сұңғат. Сұңғат, ассалаумағалейкум, тағы да қош келдің біздің подкастқа. Ал бірінші сұрақ толтырмас бұрын, мен мектеп анкетасы толтырғансың ба? Толтырдық, бәріміз толтырдық қой. Мектепте. Қызық еді ғой, бай бол дейтін. Ана общий тетрадь бар еді ғой, общий дәптер, сонда сразу кім-кімді жақсы көреді деген. Сол сұрақ қызық еді ғой соған кетті. Ең бастысы сол сұрақ дейсің ғой. Өзің арнадың ба негізі? Өзім арнаған жоқпын біздерден. Қыздар жасайтын ғой оны. Біз тек жауап беретін жаңа сұрақтарына. Күшті. Жақсы, онда мінекей мектеп анкетасы. Саған өзің бетіңді ашып бере қояйын. Қаташ жүрмін. Мінекей. Екі бетте сеніңкі өзіңе қалай ыңғайлы толтыра бересің, және де түрлі түсті қаламсаптар. Қай түспен толтырасың? Жасыл. Жасылмен, жақсы. Бірінші сұрағымыз бізде барлық мектеп анкетасындағы сұрақ бұл толық аты жөнің. Толық аты жөнім Рифқат Сұңғат Алмасұлы. Жақсы. Сұңғат деп негізі есіміңді кім қойған? Сол атам қойған, Рифқат атам қойған. Атаңның баласысың ғой? Атамның баласы болғанда енді халықтың баласы болды деп өсірді бізді. Бірақ енді атам ерекше жақсы көргеннен кейін атам қойды ғой. Үйде тұңғышсың ба негізі? Иә, тұңғыш немересім. Атадан үлкен баласым ғой, үйдегі, әулеттегі. Жақсы. Иә, онда жауабын жаза кет. Бір деп. Бірден жауабын жазамын. Келесі сұрақты қоя берейін. Толық жасың нешеде? 32-дем қазір. 32-де. Сонда қай жылғысың сен? 1993 жылғым. 1993, 33-ке келесің ғой бұйыртса. Иә, қартайып қалыппыз енді. Қалай, жасты. Сол бірінші танысқанымызда 20-25 жасар бала едік. Сол осыдан бір 6-7 жыл бұрын ол кезде марқұм Асқар Маймонтаев ағамыз тіреді. Сол жақсы қымызхана деген проект болды ғой. Сол жерде таныстық. Партнерім болған мен. Андай шашпен жүрген кезде. Шаш жайып жүрген кезде. Күшті жүретіне ма? Ал жақсы. Келесі сұрақ бізде ұнайтын түсің. Осы түс қой. Жасыл ма? Жасыл түс. Содан не алдым дейсің ғой? Иә. Таңдадым. Бұл несімен ұнайды бұл түс саған? Енді пайғамбарымыздың жақсы көрген түсі деп естіген мен. Содан кейін осы жасыл түске көштік. Соған бүйтіп алып келдің ғой. Оған дейін қызыл болған. Оған дейін қызыл болған. Түсінікті. Негізі жасыл өзі бір тыныштық береді ғой, жүрекке бір настроение береді ғой. Настроение береді. Келесі сүйікті тағамың? Лағман. Қайсысы лағманның? Сомян лағман ғой. Арасында енді бір ауыр болып кетіп жатқан кезде ден-ден сомян қыласың. Разницасы тек турап береді ғой, сондайға болды. Шайнамай жейші ма? Құрметті рожки жейсің одан кейін. Құрметті рожки деп айтамыз. Сағынасың онда, обычный макарон етпен болды. Жақсы. Өзің жасайсың ба негізі тамақ? Өзім жасаймын. Сол макаронды жасаймын. Ең ыңғайлы тамақ ба? Жұмыртқа құрып жібереміз арасында. Жақсы. Күшті. Тамақтан кейін міндетті түрде сусын болады. Қандай сусын? Дәл қазір Тассай энерджи ішіп жүрмін. Тассай энерджи. Энергетик ба? Зиян дейді бәрі, бірақ енді ішуге тура келеді. Көп ішесің ба оны? Жоқ, сол той басқарамын ғой, тойдың алдында жаңа кішкене активный болу үшін. Қазірдің өзінде соны ішке отырмын. Мен негізі қуанып қалдым бар ғой, сен, кстати, айта салайыншы. Сен, давай осы күні деп өзің айтқаныңа дашы. Мен сен қалай бос болып қалды бұл жігіт деп ойлап қалдым. Сол бүгін бір той болу керек болған, атмен ауып кетті сол той. Сосын енді ақыры қалай, бұйырып тұр ғой осы. Өте күшті. Келесі сұрағымыз бізде бұл сүйікті жануарың? Сүйікті жануар қасқыр. Қасқыр мінезді. Өзіңнен жағдай. Өзің сонымен ассоциация ма, или қалай? Жоқ, андай сөз бар ғой, бөр аштығын білдірмейді, сырт терісі қампайтар деген. Ол андай. Жарына да сондай адал жануар, ештеңеден қорықпайтын жануар. Өліп баратса да, қиналып жатса да қыңсыламайтын жануар ғой. Күшті. Өмірдегі талай қиыншылықтардың бәріне төтеп бере алатын жануар. Сондықтан енді өзім соған теңеймін деп айтпай қойын, бірақ жақсы көретін жануарым сол. Жақсы. Өте күшті. Жетінші сұрағымыз бұл бізде спорт түрі. Спорт түрі настольный теннис. Үстел теннисі. Өзің ойнайсың? Өзім жақсы ойнаймын, соны шақырам ойнауға. Келіңіздер. Бильярд, футбол дегендерге жоқпын ондайға. Жоқ па? Бұрын жақсы ойнайтын футболды, қазір кішкене салмақ қосқаннан жүгіре алмайтын болып қалдық. Түсінікті.
Стөл теннисінде өзің былай қатысып ойнап не стөл теннисінен кезінде сол лицейде оқып жүрген кезде бос уақыт болса теннис ойнай беретінбіз ғой балалармен. Стөл теннисі болатын жаңағы мектепте. Күшті. Сол жерде ойнай беретінбіз. Содан әйтеуір қалып қойды, бірақ бір жарыстарға қатысып, бір достижение алып ондай болған жоқ. Студент кезінде бір 3-ші орын алғанымды ойлаймын, әйтеуір болды. Ол да бір нәтиже ғой, не ғой. Шүкір. Күшті ғой достижение. Студенттер арасындағы жарыс қой. Жаза кет онда стөл теннисі деп. Ғана көбісі футболды айтады, сенікі бөлек болды негізі стөл теннисі деген. Өте күшті. Қасым-Жомарт Тоқаевтың жақсы көретін спорты ғой десең. Сенікі күшті екен, жақсы адамдармен связаны. Стөл теннисі сүйікті спортың, ал сүйікті спортсменің келесі сұрақ бізде. Ең данный момент Еркебұлан Тоқтар ғой. Танисың ғой Еркебұлан Тоқтар? Иә, Еркебұлан Тоқтар. Сол Еркебұлан Тоқтардың залында мен заниматься еткенмін. Сен соған айналдырып келесің. Соған заниматься еткенмін десең, бәрібір соған алып келсең айналыр. Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Соның залында боецпін. Флойд Мейвезер деген бар еді ғой, ол да жаңа сүйікті боксерлардың бірі, жаңа боксерлардың ішінде ең миллионері, сондай біздің Қазақстан неге сондай бір миллионер шықпасқа деймін да. Сондай бір бай адам шықпасқа, сондай бір бай спортсмен шықпасқа неге? Соған әрекет жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек. Флойд Мейвезер сияқты біздің де бір Мейвезеріміз болса жақсы. Енді Флойд Мейвезер жаңағыдай, ол шоумен болды ғой негізі, бокстың өзінде шоу көрсететін. Дәл сол төбелес бокста көрсетіп жүрген Еркебұлан. Дәл өзі. Солай жасап жатыр. Тек спортта емес, тек рингта ғана емес, былай өмірде жалпы жастарға жақсы үлгі көрсетіп жүр деп ойлаймын. Жалпы сыйлаймын ол жігіт, өзім былай көрмегенмін, негізі сыйлаймын, бірақ өте дұрыс жолда жүр деп ойлаймын өз басым. Жақсы, жаза кетсең болады Еркебұлан Тоқтар деп спортсменге. Ал келесі бізде сұрағымыз актер немесе актриса сүйікті. Актерда маған Хит Леджер деген актер ұнайды. Темный рыцарь деген кино көрсеңіздер, сонда Джокерді ойнаған. Ол несімен ұнайды, өйткені сол рөлден кейін ол кісі дүниеден өтіп кеткен, сол рөлге өте қатты берілген. 2 ай ма 4 ай ма кетіп қалған ғой, шет ұстамайтын жерге, телефон ұстамайтын жерге, психологически сол Джокердің рөліне өзін өзі дайындаған. 1,5 жыл мен соны зерттедім ғой, сол пародиясын жасаймын деп. Одан кейін Ди Каприо міндетті түрде. Ол мысал үшін өзі 30 жасында болса, 50 жастың рөлін берсе, оған ол кәдімгідей 50 жасқа дейін. 30 жасына дейін не көрді, есіне не түсті, соны дәптер алып жазады екен. Одан кейін ары қарай мөлшермен не көремін деп 50 жасқа дейін жазып, бір кітап жазып, сол 50 жасқа кәдімгі келеді екен. Сол рөліне келеді екен, үлкен еңбек. Дайындық дейсің ғой жаңағы рөлға деген өзі. Оның үшіншісі одан кейін осы бұйырса 80 жылдығы болып жатыр, өзімнің ұстазым. Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында сабақ берген, биыл 80 жылдығы. Осы өнерге, сахнаға, жалпы актерлық шеберлікке өзінің өмірін берген адам ғой. Рахиля Машурова деген ұстазым. Бірінші орын. Күшті, әдемі. Ол кісіні айта кетпеске болмайды енді бұл жерде. Жақсы, өте керемет. Жаза кетсең болады. Рахиля апайым жазайын онда мен. Иә, болады. Роза Рымбаеваның ұстазы бұл кісі. Алғаш шәкірттердің бірі Роза Рымбаева. Ақбота Керімбекова. Көп қой жаңағы Салтанат Бақаева деген сияқты біраз лицосы бар болатын, барлығы осы кісіден бітірген ғой. Әшім деген актерлар. Жақсы. Келесі сұрақ бізде, бұл 10-шы сұрағымыз, бізде мем. Жақсы көретін мемің бар ма? Банядағдығы братан деген, білмеймін, мемға жатамын, жатпаймын, бірақ сол атты жүріп последнее время маған. Соңғы кезде өзі жақсы шығып кетті осы. Братан, банядағды, братан. Болмаса анау, десе, асын дейсіз, дейтін бар еді ғой. Өлім ғой ол дейтін, сол атты жатыр едім мемондардан. Емес, блядь, бизнес нәрсе ғой дәкен. Естіп тұр, енді естіп тұр. Өлім ғой. Бірақ енді бір өшпейтін мемдар бар ғой. Мүлде өшпейтін әйті жыл сайын қанша жыл өтсе де, қанша уақыт өтсе де. Әуесіп па, или жетсу ма деген енді. Иә деймін. Айтсаңда сен адам сияқты әуесіп қой, или жетсу ма? Ұнайды енді арасында бір көңіл күй түскен кезде соларды көріп тұрамын, ана бір. Много работаю у вас десе, нет, нормально дейтін ше. Нормально дейтін бар еді ғой. Шефу нормальный, сес нормальный, се нормальный дейтін. Сондай мемдар бар еді. Скажите, много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Нормально, здесь все нормально. Все дорогу нормально. Шефу нормальный, здесь нормальный. Все нормально.
жаза кет біреуі қайсысы? Банядағыдай дейді. Банядағыдай ма? Қазақтардікі. Қазақ өзіміздің қалай еді? Қазақ имамдар. Иә. Өзімізде жасалған ба? Қазақстанда жасалған. Қазақстанда жасалған. Келесі бізде әнші немесе топ. Так, әнші енді Димаш Құдайберген ғой. Бүкіл қазақты әлемге танытып жатқан әншіміз ғой біз. Любовь похожая на Шашасына шаң жұқып тұрмай жүрген әнші ғой қазір. Енді әншілердің барлығы көп әрине, бірақ Димашқа жету қиындау енді бәрібір. Иә. Димаш қой, легендамыз сол болып тұр ғой қазір. Иә, өте қарапайым өзінің несі. Мынау біздің қазақтың жігіті деп мақтанып айта аласың да өзі. Фактурасы да бәрі. Сұп-сұлу жігіт қой. Жақсы, иә, Алла тіл көзден сақтасын. Тіл көзден сақтасын. Иә, жаза кетсең болады. Димаши деп жазып қойсам болады. Димаши деп жаздым. Жақсы. Келесі сұрағымыз енді бізде ән. Сүйікті әнің, немесе музыка, просто бір произведение. Любой тілде ма? Қазақша, орысша, ағылшынша. Енді әннен Тамаша деген ән ұнайды маған. Самал тобының Тамаша деген әні бар. Сөзі Ринат Зайыптікі. Ағамыздікі сөзі. Сол жалпы мотивация беретін ән десем болады. Ішіндегі сөздерді жақсы. Адамға бақыт керек, бақытқа уақыт керек, арманға жету үшін. Дүрсілін әр кеуденің, жаратқан әр пенденің естиді өтінішін, күлімдеп терезеңнен атқан таңың, шуылдап достарыңмен шаттанғаның, табаның жерге тиіп тұрсаң аман, осы ғой шыныменен тапқан бағың. Байлығың ақшада емес, алтында басқада емес, жүрекке жинағаның, асқақтап көкке жетпей, жақынды өкпелетпей адамды сыйлағаның, жолдасың жаныңдағы адал болса, ата-ана, сүйген жарың, балаң болса, жалғанда бақытсызбын дей көрмеңдер, ағайын мен туғаның аман болса дейді. Осындай қарапайым нәрселер ғой негізі адамды бақыт ететін. Сол сөздеріне көп мән беремін мен. Мағылка музыкаға осы сөз бүйтіп музыкадай. Самал тобы Тамаша дегенін көріңіздер. Жақсы, жақсы. Жаза кет. Мен міндетті түрде тыңдаймын. Мен тыңдамаппын мен. Мен тыңдамаппын, мен міндетті түрде тыңдаймын. Өте күшті. Келесі сұрағымыз бізде бұл кітап немесе автор. Өзің кітап оқыған жақсы көресің, мен білемін. Кітаптың енді көп қой негізінде кітаптар. Бірақ соның ішінде маған қатты ұнағаны Қадыр Мырзалиннің Жазмыш деген кітабы. Жазмыш деген сөздің өзі мағынасын білесіз ғой. Жазмыштан озмыш жоқ дейді. Оны енді оқыған адам болса енді түсінеді деп ойлаймын. Тек оқығандар түсінеді. Тек оқығандар ғана түсінеді оны. Жақсы. Жазмыш деп жазайын. Сол кітап авторы, иә? Қадыр Мырзали. Келесі сұрақ енді мына сөйлемді жалғастыру керек болады. Мен жек көремін, ары қарай жалғастыр. Мен жек көремін, өтірік айтқан жек көремін. Өтірік айтқанда? Өтірік айтқан жек көремін. Саған өтірік айтқанда немесе жалпы өтірік айтқан жек көремін өзім. Маған да өтірік айтқан жек көремін. Кешірілмейтін нәрсе деп ойлаймын енді өтірік айтқан. Предательство дейді ғой орысша айтқанда. Сатқындықты жек көремін. Сатқындық. Жақсы. Адамға сенесің, жүрегіңдегінің бәрін ашып бересің, ол соның барлығын қарап отырады да. Ар жағында екінші план тұрады ғой. Өте ауыр ғой. Сондай жек көремін. Сондай шынайы болу керек қой адам. Иә. Қазір негізі шынайылық жетіспейтін секілді, иә? Дәл қазіргі. Шынайылық болғанда былай ғой. Сен адаммен өстіп әңгімелесіп отырасың. Ол басқалар үшін кәдімгі күшті адам болуы мүмкін да. Ешкімге зиян жоқ, жақсы адам болуы мүмкін, бірақ рухы тартпай отырады да сені адамның. Бәрібір әйтеуір бірдеңе тартпай тұрады ғой. Оказывается, рухы тартпайды екен да адамның. Содан кейін жай ғана жылы жауып, алыстан ассалаумағалейкум деп кетіп қала саласың. Араласқың келген адаммен араласасың. Араласқың келмеген адаммен өзімді қинағанды ұнатпаймын. Соны жек көремін. Түсінікті. Жаза кетсең болады. Жасампаздық дейін ба, қалай деп айтайын оны? Ол да болады. Екіжүзділік те келетін секілді мүмкін. Екіжүзділік деген ол енді қатты болып кетер. Өтірік деп жазасың. Өтірік деп жазасың. Бірінші айтқаның ғой негізі. Шынайы болу керек қой барлығы. Келесі сұрағымыз бізде 15-ші сұрақ бұл. Өзіңді мақтай аласың ба? Сенің өзіңнің жағымды жақтарың. Иә, өзіңді өзің мақтайсың ғой бәрібір де. Өтірік айтпай қойын. Мақтайсың. Өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер дейді ғой. Аллаға шүкір, Құдай берген өнер бар, тәрбие бар, білім бар, Аллаға шүкір. Айнаға қарап тұрып өзіңді өзің мақтайсың, өзің баға бересің. Бірақ енді халықтың баға бергеніне жетпейді ғой бәрібір де. Дегенмен өзіңді өзің мақтап тұрған дұрыс деп ойлаймын.
былай сырт көзге емес, өзің іштей айна қара да, мен оказывается мықты екенмін ғой деп. Дұрыс нәрсе жасап жатсың деп. Дұрыс нәрсе жасап жатырмын ғой деп. Өз-өзіңмен негізі сөйлескен дұрыс қой. Сөйлескен дұрыс, өзіңді өзің мақтаған дұрыс оның ішінде. Өзіңе жақсы сөз айтқан дұрыс, өйткені ол сила притяжения дейді ғой. Иә. Орысша айтқанда негатив тартпай, тек позитив өзіңе. Тек плюс дейсің. Иә, тек плюс. Ал енді жағымды жақтарың қандай тағы жағымды жақтарың? Жағымды жағынан десек. Мен сабырлымын. Сабырлы. Өте сабырлы. Қандай дәрежедегі сабырлысың? Қандай дәрежедегі сабырлы? Сабырлымын ба айтып сабырлымын десең. Бұнан именно өлшеп бөліп аламын мен, әке. Болды. Сабырлымын. Осындай. Жақсы. Одан кейін білмеймін, әйтеуір біреуге көмектескім келіп тұрады. Сол жағым жақсы ма, жаман ба білмеймін, бірақ әйтеуір көмектескім келіп тұрады. Көбісі қарсы болады, көмектесе бермесейші деп. Бірақ әйтеуір мына жақта болмаса да ар жақта берілетін шығар. Үміт дейсің ғой. Үміт. Өзі қайтарымды ғой барлығы. Сен біреу көмектессең, саған біреу көмектеседі деген секілді. Оны әйтеуір қайтарым үшін жасамайсың ғой. Негізі разылық үшін жасайсың. Ары-қарай өзі көресің ғой. Жақсы. Жаза кет соны. Келесі сұрақ бізде енді жағымсыз жақтарың өзіңді. Жағымсыз жақтарым, ешкім тілін алмаймын. Бір қырсықтығым бар андай. Ол дұрыс нәрсе айтып тұрса да адам, мен әйтеуір өзім ана жерде менікі бұрыс екен біліп тұрсам да бір қырсығып аламын да. Қырсықтығым. Жоқ, менікі дұрыс деп шандай тіл алмаймын. Ең жағымсыз жағым сол деп ойлаймын өзім. Тіл алмаймын. Ішімде бір қырсығым бар әйтеуір. Түсінікті. Я соны жаза кетсең болады. Қырсықпын дейсің. Қырсықпын дейін. Ол да бір жағынан, может, ол жақсы да шығар, қырсықтық өзіңдікін бермейсің да. Жоқ, андай ғой, біреу мысал үшін айтады, сен оны іштей біліп тұрасың дұрыс екенін. Сол жағынан да. Бірақ бәрібір де я дейсің де өзіңдікін істейсің ғой. Сол жағынан алып. Я дей боласың да өзіңдікін істейсің, білмеймін неге істейтінін, қырсығып аламын. Одан ұрынып, потом ананы жасай салу керек деген. Кейін өкінесің. Зато сабақ болады да. Зато сабақ болады. Түсінікті, жақсы. Келесі сұрағымыз бізде цитата немесе қанатты сөз. Цитата. Өмір татты балдан да тұрар деп мәңгі алданба. Жақсымен кеңесе жүрсең, дәрежең теңесе жүреді. Қорқасың ба, жасама, жасадың ба, қорықпа. Көп цитаталар. Иә. Осы соңғы айтқаныңды мен өзіңнен оқыдым. Жасадың ба, қорықпа. Кеше ғана салғам цитатаны. Өзім кеше көрдім сенен. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жен дейді абай. Күшті. Көп тағы да енді. Айта бер, монтажер бұның бәрін істейді әлі бәрі. Если есть мечта, оберегай его. Поставил, сел, добегайся. Сондайлар ғой. Қайсысын жазасын? Сол жаңағын жазайын онда. Жақсымен кеңесе жүрсең, дәрежең теңесе жүреді деген. Өте жақсы. Бұл негіз кімнің сөзі? Кімнің сөзі екен нақты ұмытып қалдым. Аталы сөздер деген бір кітап сыйлаған кезінде әкем. Оның әртүрлі авторлардың жазғандары ғой. Жинақ, иә. Соның ішінде авторымен есте қалған фраза Эйнштейннің ғана сөзі қалыпты. Адамның миы шектеулі, бірақ шексіз нәрсе ешқашан миы жетпейді деген. Енді ол Эйнштейннің кішкене миының біздікі 3% па қанша миымыз істейді? Оңғы сәл көбірек істеген екен да. Соның өзі айтып тұрды, адамның миы шектеулі, бірақ шексіз нәрсе ешқашан миы жетпейді дейді. Егерде дейді, кімде дейді. Соған түс кетесің ба? Сен кәді, ар жақтан ап келдің ғой. Егерде дейді. Мынау зал үстектен қош аяқ. Келесі бізде бұл 18-ші сұрағымыз. Жабылмаған гештальт бар ма? О жағынан білмедім енді о жағынан. Мүмкін айтыскер ақын болғым келген шығар жаңағы ағам сияқты. 6-шы сыныпта Манас Қайыртайұлы деген журналист жігіт бар, Рүстем Қайыртайұлының туған бауыры. Сонымен екеуміз шығамыз, ар жақ Манас Рүстем Қайыртайұлының бауыры Манас Қайыртаев дейді, 6-шы сынып оқимыз, ол қолдалды оқиды. Ана жақтан Инат Зайыттың бауыры Сұңғат Зайыт бұлдарыңыз деп бені шақырады. Соны айтсам, сөздерін бәрін ұмытып қалам, түнімен енді дайындалғам ғой, сөздерін бәрін ұмытып қалам, айтам. Сол кездегі ағамның айтқаны бар еді, тәсе айтыспай қойсың ғой деймін. Оны жазып кетсең болады, өте күшті. Ақын бола алмай қалдым деп жазайын ба? Ақын бола алмай қалдым. Ал келесі 19 енді бұл арманың немесе мақсатың? Арманым, мақсатым, мақсат деген енді басқа ғой қазір, семья, бала шаға, әйтеуір жақсы жағдай жасап, әйтеуір айналамдағы жақындарыма қолдан келгенше көмек беру мақсат ол. Арманым көп қой. Қайсысын айтсам екен?
Танымал болу арман. Әлемге танымал болу. Әлемге ма? Сол Димаш сияқты, бірақ ән жағынан емес, актерский жағынан болсын, рэп жағынан бекен. Ойланып жүрмін ол арманды әлі. Қалай шықсам екен деп па? Нақты жан жақтан қарастырып жатырмын қазір сол арманыма. Әйтеуір бір жан жақтан путтар бар ғой, соның қайсы сапарады екен деп қарап жатырмын. Арман. Бұйыртса негізі соған келе жатсың ғой, жаймен өзің аудиторияң бар, шүкір, қазір жақсы жиналған. Енді ол жеке өз басыма қатысты арман. Бұлай негізі армандар көп қой. Елім жайлы, жерім жайлы. Көп армандар. Енді оның бәрін айта берсең қазір. Біраз уақыт алады. Соны жаза кет онда. Армандарымның бәрін айтар болсам, дәптеріме сыймас еді. Мен атым Қожада сияқты. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Келесі бізде 20-шы өміріңде есіңде қалған ең керемет сәт. Біз 9-шы сынып бітірген кезде енді Аби дейтін болатын лицейде. Ақырын намаз оқып үйретті. Сосын жаңа қазақ түрік лицей ғой, Гез деген дүниелер болатын. Бұлай қалаларға апарып, сол жақтың көрнекті жерлерін, мәдениетін бәрін таныстырып, мешітіне апаратын, міндетті түрде бәріміз намаз оқитынбыз. Соны Өскемен мешітіне бардым семейден кейін, сол жерге барған, мә күшті деп таңғалып тұрмын ғой. Шүкір деп айтсаң тағы беремін саған деген сөз бар дейді. Осыған шүкір деп айтшы дейді. Шүкір деймін, одан кейін Павлодарға барамыз, Мәшһүр Жүсіп әдемі мешіт. Оған барамда намаз оқып тұрып шүкір деп айтамын. Одан кейін жаңағы Астанадағы мешіт бар ғой. Енді Нұр Ақ мешіт бұрынғы стан мешіт. Соған барам, оған да барып шүкір деймін ғой. Оның арасы бір 2-3 ай ғана. Бір қарасам жаңа Турцияда уже Сұлтан Ахмет мешітіне намаз оқып тұрмын ғой. Күшті. Аллаға шүкір деймін ғой. Сол момент есімде қатты қалды. Құдайға шүкір етіп. Енді Меккеде жазсын бұйырса. Меккеге бірақ біраз уақыт өтіп кетті. Жоқ, жаймен Алла қаласа бұйырса күшті ғой. Әдемі. Ол жаққа бару үшін де адам достойный болу керек сияқты ғой. Соған достойный болайық деп. Соған достойный болайық, иә. Оны жазып кет. Сұлтан Ахмет мешіті намаз оқыған. Өте күшті. Бұл жаңа 9-шы класста дедің, иә? Иә, жұбайларымыз, туысқандарымыз турецкий сериалда көреді ғой, жаңа Сұлтан Сулеймандар нелер көрсеткен кезде сол мешітті көрсетеді ғой кинолар. Мұнан ішінен намаз оқығым деймін. Анау Ди Каприо сияқты вот меня показывают. Вот дейсің ғой, иә. Оп! Вот я. О. 21-ші сұрақ, бұл бізде соңғы кезде өкінген немесе көңілің қалған сәт немесе кез. Өкінген көңілім қалған кез. Бір жағдайдан көңілің қалды немесе бір істен өзің өкініп қалдың, мә мынаны бекер істедім деген секілді. Қазір данный момент осы сұраққа байланысты есіме түсіп отырған, мен Сулейман Демирелге түстім ғой басында. Қазақ түрік лицейінен кейін Сулейман Демирелге оқуға түсіп, бір курс юридический факультет, заң факультетінен ауысып, Жүргеновке ауысып кеттім. Сол Жүргеновке ауысып бірінші курсқа түскен кезде кішкене өкіндім. Бірінші ма? Түскен кезде. Бекер істедім, мен жүре беруім керек еді СДУ-да деп. Өйткені қазір білмеймін, енді заман сондай болып кетті ма. Бірақ әрине өкінбеймін алған біліміме, актерский мастерстводан алған біліміме өкінбеймін, бірақ СДУ-да жүре беруім керек еді деген бір өкініш болды ішімде, білмеймін. Сол кезде, иә? Сол кезде бір өкініш болды. Ол балалық бір ондай болмады ма, ой болмады ма? Енді ол кезде жассың ғой, 19 жасар, 18 жасар баласың. Иә, қазір шүкір деймін. Қазір бітіріп шыққаныма шүкір деймін, бірақ сол кезде қатты өкіндім, білмеймін екенін. Не үшін жаққа түстім? Актер былай да бола берсем болатын еді ғой. Сол ой мүмкін ұстап қалды. Сол мүмкін ұстап қалды. Жақсы, оны жаза кетсең болады. Университет ауыстырғанға өкіндім деймін бе? Почеркің зор екен, өтіп жатыр почеркің. Докторский ма? Жоқ, түсінікті, әдемі. Бұрын жақсы әдемі болды мектепте оқып жүргенде. Кейіннен осындай. Жаңағындай үлкен екен де түсінікті көргенге ше болады ғой, майда қылып жазатындар ше. Ондай емес екен деп жатқан ғой. Ал келесі сұрақ, енді осы соңғы уақытта, шамамен 1 жылда алайық, осы уақытта қуантқан бір оқиға. Қатты кезде қуанып едім. Ана алдын кім? Ерлан. Қатты қуанып, көлік алдым жақында. Міне. Салонынан көлік алдым. Hyundai Tucson деген. Tucson дей ма, Tucson дей ма? Tucson дейді біреулер. Tucson дейді. Қазақтар сияқты Tucson деп берсе. Көлік алдым деп жазайын. Көлік алдым. Қатты қуандым сол кезде.
Ол налич көрдің ба? Ер қанаты ат дейді ғой. Өтірік айтпай ақ қояйын, оны кредит құрдым мен, әлі төлеп отырмын. Бірақ зато өте әдемі салоннан. Аллаға шүкір. Иә, салоннан әдемі қойып алдың. Ал 23-ші сұрақ, енді сен жаңағыдай өнер жолын енді бастап жатқан өзіңе дәл қазір қандай кеңес айтасың? Оқы дейтінім. Оқы. Көп оқы дейтінім. Кез келген жерде оқып қана шығасың ғой. Білім ал, да? Білім ғой, білім. Білім бірінші очерді. Оқи беру керек, оқи беру керек, оқи беру керек. Егер мен енді бастап жатқан кезім болса, ол кезде кішкене губка сияқтысың ғой. Кез келген нәрсені сіңіріп аласың да бірден. Қазір мысал үшін бірдеңені оқысаң, жартысы есіңде қалады, жартысы есіңде қалмауы мүмкін. Иә. Память кетіп бара жатыр. Зумерлердің заманы мынандай қысқа неге үйреніп қалғанбыз, ұнамаса өтіп кетеді. Бірдеңе айтып жатасың, мына жақтан біреу звондаса, сонымен сөйлесіп, анаған айтып жатқан сөзіңді ұмытып қаласың. Иә. Қазір енді бастап жатсам, мен оқи беретін ем. Ona қазір жаңа қосыла кетейін, қазір басқа нәрселермен миымыз толып қалған ғой, былай айтқан кезде. Өз отбасыларымыз бар дегендей, басқа бір кедергілер бар, жұмысымыз бар. Бір білім алғың келсе, басқа нәрсе ұстап тұрады да, мынау кірмейді. Иә, дәл өз. Мынаған фокус ұстайтын болсаң, мына жағың бір қап кететін сияқты сондай бір ой тұрады, иә? Өткенде бір ағамызбен сөйлестік. Мамандық жайында бір әңгіме қозғалған кезде айтты да. Бәленбай 1000 мамандық бар дейді да, мысал үшін. Иә. Меңгермеген. Біз енді ары кетсе, может, қазіргі жасымызда бір 15-20 мамандық, ары кетсе 30-50 мамандық білетін шығармыз. Бәленбай 1000-даған мамандық бар дейді, оның ішінде Қазақстанда жоқ мамандықтар бар, мысал үшін. Иә. Қазақ маман керек қой бізге. Ал сол кезде сен оқи берсең, мысал үшін. Жақсы бір маман иесі болып шығатын едің. Қазақстанда жоқ мамандық иесі болып шығатын едің. Өзің соны ашып бірінші болып, иә? Иә. Білмеймін, оқи беретін емен. Бірақ андай ғой, есінде бар ма жас күнің дейді, көкірегің толық басың бос. Қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бәрі дос. Ешкім оқиды деп ойламаймын, жас кезінде ешкім оқиды деп ойламаймын, бірақ енді тырысу керек, шама келсе тырысу керек. Оқы дейтін жанында адам болса тіпті жақсы. Иә, бәріне сондай бір адам жетпейтін сияқты, бірақ сөйтіп айтқан күннің өзінде де енді жастық қой, біреу бүйтіп нұқып тұрса, жаңа өзің айтпақшы қырсықтық ұстап қалады ғой. Иә. Ой дейтінше. Жазды доп теуіп жүрген кезде бізге айтатын еді ғой, асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, барығынан құйрығы жеп кітап оқыған озар деп. Жаз каникулың болып жатыр, бір кітап оқыған жоқсың деп ұрсатын еді. Сол кезде түсінбейтінмін, немен ұрсады маған осы деп. Қазір түсінемін. Каникул ғой, дем алу керек қой дейтін еді. Қазір түсінемін. Қазір оқиын дейсің, бірақ оқуға не уақытың болмай қалды. Уақытың болса да ана жақ миың басқа жақта ойлап отырады да. Мен әке-шешеме әлі рахмет айтамын сол кезде. Айғайлап оқы бір кітап деп, хотя бы оқытқан үшін. Өте жақсы. Өйткені сен сол біліміңмен ғана анау білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады қой, сол біліміңмен ғана адамның ортасында сыйлы боласың да. Түсінікті. Ал жаза кетonda оқы дер едім деп. Оқы. Анкета ұнады ма? Анкета күшті, әдемі. Қалай формат? Егер 100% болса, мен сол 200% беретінім. Әдемі, маған ұнады. Әсіресе арман жайлы сұрақ келді, кәдімгідей тығырыққа тірелдім мен бұл жерде. Ойланбапсың ба ондай нәрсеге? Ондай нәрсеге мүлде ойланбаппын. Танымал болу деп айта салдым. Бірінші ойыма келген сол болды. Мүмкін бала кезімдегі арманым болған шығар ол. Бірақ қатты ойлану керек негізі ол арманға. Арман деген ойнайтын нәрсе емес негізі. Ең қиын сұрақ осы арман болды. Ана арманмен ұйықтап мақсатпен оян деген сияқты. Иә, андай ғой. Жас бала армандайды екен, а мужик уже мақсат қояды екен. Мына жерден ана жерге дейін ғана мақсат қойып жүр екенбіз, оказывается армандау керек екен. Анау жақта армандау керек. Қиял негізі шексіз ғой, негізі. Қиялдай беру керек екен. Ми жаңағыдай өзің Эйнштейннің сөзі секілді шексіз. Күнкөріс болып кетті ғой біз, қу тіршілік. Армандауды ұмытып кеттік, кішкене армандау керек екен адам. Маған да мынау қазіргі екеуміздің диалогымыздың анкета жалпы сені басқа қырыңнан ашып жатыр да маған. Мен өзім жалпы сені танимын ғой, былай өзім біріміз танимыз, былай бет көрісіп жүрген адамыз ғой. Бірақ та анкета өзі сені басқа қырыңнан ашып жатыр маған. Өзіме де бір күшті бір жаңалықтар ашылып жатыр да. Шүкір. Өте әдемі. Мен негізі ойлағам, жаңа шақырған кезде ойлап едім, кішкене андай бір-бірімізге күлдіріп сөйтіп отырамыз ба деп, бүйтіп басында күліп бастап келдім де ақыр соң думкаға кеттім. Ойланып кеткенсің ғой дедім. Иә, свободный формат негізі. Арманым қандай болады екен ары қарай депші. Иә, өте жеңіл ғой, өте жеңіл. Бір жағынан көмегін тигізді, енді үйге барып армандаймын қазір мен. Кел деп жаңа бала шағаң шақырып алып армандайықшы деп. Армандаймын. Күшті. Енді соңғысы бізде есіңде ме, анкетада бәріміз қолтаңба қоятын еді ғой. Қол қойып. Иә, 25 деп өзіңнің қолтаңбаңды қалдыр.
бұйыртса жаңағы арманыңа жетіп атсаң сенің қолтаңбаңды сатып жіберем деген сол туралы өзім де ойлап отыр едім. Мен анау ғой жаңа Сабуров айтпақшы. Р деймін да, С деймін да, ары қарай уже. Витез лазым. Импровизация уже. У меня просто буква Н, а дальше у меня джазовая импровизация. Енді саған қосымша қаламсаптар түрлі түсті өзіңе ерік беремін. Сән десең болады, мына бетіне сурет салсаң болады, анкетадағыдай өзің ыңғайлай бересің, иә? Болды, мен бір жақсы көретін суретім бар, соны салып берейін. Сон сала ғой. Сіздермен бірге болған Бай Сайранбай YouTube арнасы мектеп анкетасы қызықтар әлі алда. Тіркеліп, лайк басып, комментарыңызды жазып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.